Армысыз қадірлі көрермен, Қазақстан футболында жаңа турнир Лига кубогы алғашқы турын өткізді. Бұл жаңа турнирдің бәсі қандай болатынын әлі дәл қазір сезіне алмасақ та, командалар үшін жаңа тәжірибе және жаңа жетістік жолы болатыны бірден-ақ түсінікті болғандай, ендеше осы турнирдің бет алысы және қазақ футболындағы, қазақ футзалындағы жаңа жаңалықтарды өздеріңізбен бөліскіміз келіп отыр. Ендеше осы шолуымызды көп кешіктірмей бастап кетейік. Видео біздің фондағы достарымыздың қолдауымен шығып отыр. Қазақстан бойынша ай сайын 20%-ға дейінгі шектеусіз кешбегі бар үздік VIP бағдарлама фонда екенін айтқан жөн. Ал шотын алғаш толықтырған барлық жаңа клиентті 200 мың теңгеге дейінгі бонус күтіп тұр. Бекітілген комментариядағы сілтемеге өтіңіз, тіркеліңіз және ойыннан рақат алыңыз, бірақ есіңізде болсын, бұл табыс табудың жолы емес, жай ғана әншейін көңіл көтеру. Құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер, осы биылғы Қазақстан футболында жалпы премьер-лигада 13 қана команда қалды деп басында сан соққандай болғанымызбен, жалпы әрбір команданың Еурокубоктарды қоспаған күннің өзінде ішкі жарыстардағы ойын саны кем болмайтынын аңғарып отырмыз. Міне, өздеріңіз білесіздер, бейресми болса да ақпан айында Түркияда қысқы кубок өтті, одан кейін суперкубок ресми ойын алды, одан кейін Қазақстан кубогына еліміздің барлық лигаларындағы командалар қатысып, іріктеуден өтіп барып, премьер-лига командаларына қосылды. Қазір осы Қазақстан кубогының тіпті жартылай финалға шыққан командаларды да анықтап қойдық. Енді міне Лига кубогы. Бұл Лига кубогына премьер-лигадағы 13 командадан бөлек, бірінші лигадан тағы 3 команда қосылды. Ендеше осы 16 команда қазір 4 топқа бөлініп өнер көрсетіп жатыр және әдегеннен ақ көшбасшылар шыға бастаған сияқты. Әрине топқа бөліп айтудың да ыңғайы бар. Біз ендеше А тобынан бастайық. Қайрат, Қызылжар, Тараз және Ақжайық. Бұл топта әрине Қайраттың Ақжайықты 9-0 есебімен ұтқанын бірінші айтуымыз керек. Қайраттың жалпы ресми ойындар тарихындағы ең ірі жеңісі дегенде мәлімет келтіріп жатыр. Біздің әріптестеріміз мұны тексеруіміз керек. Қайрат ешбір қарсыласын бұған дейін ресми ойында 9-0 есебімен ұтпаған екен. Сондықтан бұл жаңа бапкер келердің алдындағы Қайраттың бір өзін көрсетуге деген бір жақсы мүмкіндігі ме, әлде команда шынында да Ақжайықтан соншалықты басым болды деп айтсақ та болар. Бірақ жалпы Ақжайық дәл қазіргі сәтте Қайратқа қарсылас бола алмайтыны белгіледі. Бұл ойында Александр Широбоков үлкен футболдағы алғашқы голын соқты. Бұл қорғаушының бірте-бірте Қайраттың негізгі құрамына жақсы орнығып келе жатқанына қуаныштымыз. Сондай-ақ Вячеслав Швырев кәдімгі алыстан гол соғудың шеберіне айналып бара жатқан сияқты. Осыған дейін де Швыревтің премьер-лигадағы осыған дейінгі соққан биылғы 2 голда көрер көзге әлем етіп, бұл жолы Ақжайықтың қақпасында алыстан оң аяқпен дәл көздеп отыр. Жоау Паулу жаңа турнирде 2 голын соқты. Бұл өткен шолуымызда Жоау Паулу Қазақстанның командаларының сапында 70 гол соқты дегенде, міне енді 80-ге де жол салып дубль жасап отыр. Ең бастысы бұл матчта айтатын нәрсеміз әрине Әділет Сәдібековтің голы. Неге? Әділеттің де бұл жаңа турнирдегі алғашқы голы, одан бөлек Әділет сол ойын өткен күні 22 жасқа толды. Демек, белгілі бір дәрежеде пенальтиден соқса да бұл ойыншы өзінің туған күніне сыйлық жасап отыр деген сөз. Оның үстіне Әділет міне биылғы 3-ші турнирде гол соғып көзге түсіп отыр. Люксембург Қазақстан матчында гол соқты, яғни ұлттық құрама сапындағы алғашқы голын соқты. Одан кейін Қазақстан чемпионатында гол соқты. QFL-да енді міне Лига кубогында гол соғып отыр. Бұрын соңды Әділет бір маусымда осындай әр турнирде нәтижелі ойнап көрген жоқ еді және бұл жас футболшының өзінің жоғары деңгейдегі 6-шы голы екенін де айтуымыз керек. Қайрат осылайша А тобында көш бастап отыр. 3 ойында 3 ұпай, әрине 9 голға 3 ұпайдан артық берілмейді, бірақ десе де бұл топтың күмәнсіз жеңімпазы болуға мүмкіндігі бар сияқты. Ал Тараз өз алаңында Қызылжардан 1-2 есебімен жеңіліп қалды. Әрине бұл матчты толықтай көру мүмкін болмады, бірақ байқағанымыздай Тараз осы ойында қазірше премьер-лигада аса жолы болмай жүрген Қызылжармен тең қырқысқан сияқты. Әттең жастардың кішкене тәжірибесі жетіспейді. Оның үстіне мынадай жанкүйерлерден наз айтып жатыр. Бірінші лигадағы командаларға жасы екі лимитшені қосып қояды. Ол кубок ойындарына да, лига кубок ойындарына таралып жатыр. Яғни легионерлерге қарсы осы екі жас ойыншымен
ойнаса командалар белгілі бір дәрежеде 9 ойыншымен ғана ойнап жатқандай әсер қылады деген ой бар. Онсыз да Тараздың құрамы өте жас екенін білесіздер. Команданың жақында басшылығы ауысқанын білесіздер. Былай айтқанда алағайда бұлағай заман демесек те өзінің болашағын айқындайтын тұста тұрған Тараз бұл матчта Мұхамеджановтың мергендігімен есеп ашты және өте дегдар гол соқса да ары қарай Қызылжар бәрібір тәжірибелілігін істеді. Әрине жеңіс голын Ұлар Жақсыбаевтың 90-ші минутта соққанын айтып өтуіміз керек. Бірақ қалай дегенде де Қызылжарға да бұл жеңіс ауадай қажет болды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Қазақстан кубогымен қосқанда бұл команда 4 ойында қатар жеңілді және жеңілгеннен бөлек бірде-бір қарсыласқа гол соғылмаған еді. Сондықтан осы ойыннан кейін Қызылжар командасының бас бапкері Әли Әлиев те бір терең дем алған сияқты. Біз ең бастысы осы бір сәтсіздік сериясын үзіп қана қоймай, ең бастысы гол соқсақ өзімізге деген сеніміміз артар деген еді. Сонымыз дұрыс болды деп отыр. Ендеше бірінші лиганың командасын ұттық дегеніне қарамастан, Қызылжар осы енді бүкіл сәтсіздікті артқа қалдырғандай бір терең дем алуға мүмкіндігі болатын шығар. Сондықтан біз жас футболшыларға, яғни Тараздың жігіттеріне де болашақтары зор деп бір сенім айтқымыз келеді. Екіншіден, Қызылжардың да белгілі бір жерде тығырықтан осылай шығуға жол іздегенін айтуымыз керек. Ең бастысы орталық қорғаушының бір жеңіс голын соққанында жалпы Қызылжардың шабуылында әлі де көп нәрсенің реттелуі керек екенін аңғартқан сияқтымыз. Және ең бастысы Тараз жеңілді немесе Ақжайық 0-9 есебімен Қайратқа есе жіберді деп соншалықты қатты түңілудің қажеті жоқ. Өйткені әр команда бір-бірден кездесу өткізіп шығады. Екі айналымның топтық түрінде екі айналымнан тұрмайды, бір ғана айналымнан тұрады. Сондықтан келесі ойындарда бұл жеңілген екі команда да жеңіске ұмтылса, әрі қарай жол ашуы мүмкін. Бұл тобында Ақтөбе командасы Қайсарды 2-0 есебімен жеңді және Ақтөбе әлі де ешбір турнирден үміт үзген жоқ. Қазір Премьер-лигада көш бастап келе жатыр бұл команда 15 ұпаймен. Осы 29-шы маусым күні Елімай мен Қазақстан кубогында кездеседі, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан осы ойынға Ақтөбе аралас құрам шығарды деген күннің өзінде негізгі құрамның барлық ойыншысы өнер көрсетті және қосалқы құрамнан шыққан ойыншылардың бәрі де негізгі құрамның ойыншысы. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, біз коммент шоу бағдарламасында Леонид Парфеновпен әңгімелескенде осы жас ойыншыларға Мирас Уманиязовқа, Аян Байдәулетовке, Рүстем Қабдрахмановқа, басқа да Егор Сиддиков сияқты ойыншыларға қашан мүмкіндік беріледі деп сұраған еді. Сонда маусым барысында олардың бәріне тәжірибе жеткілікті болады деген еді. Бірақ бұл ойында өкінішке қарай біз осы ойыншылардың бірде-біреуін көрген жоқпыз. Ал Қайсар аралас құраммен шықты. Бұған дейін негізгі құрамда шықпай жүрген Приндетаны шығарды, Руслан Сақарбаев, Дидар Жалмұқан, Тоқтар Жаңылышбай сияқты, тіпті Төлегенов сияқты орталық қорғаушыларын да шығарып отыр. Қақпашы Нұрымжан Салайдин міне 2 жыл үзілістен кейін Премьер-лига деңгейіндегі, яғни аса жоғары деңгейдегі деп айтайық, турнирде бірінші рет Қайсардың қақпасын қорғап отыр. Бірақ бәрібір Ақтөбе басымдығын танытты. Әсіресе Максим Самародовтың соққан екінші голы тым әдемі болды. Максим қорғаушыны қапы қалдырып, қақпаштан асырып қайшылап тепті. Жалпы бұл футболшының жалпы Ресейдің Локомотив командасы қызығып тұр деген ақпаратты қаншалықты рас өтірік екенін әзірше анықтау қиын. Бірақ бәрібір мұндай ойынымен, мұндай бір жақсы шешімді қимылмен талай скауттың назарын аударатыны анық. Ендеше бұл тобында осы Ақтөбе көш бастап отыр. Ең бастысы негізгі құрамда шықпаса, Әлібек Қасым шықпаса да осы ойынға Бағдат Қайыровтың оралғанына қатты сүйініштіміз. Өйткені Бағдат жарақатынан айығып өткен турдағы соңғы минуттарда шықты және осы матчты толық негізгі құрамда өткерді. Сондықтан біз бұл ұлттық құрамаға керек ойыншының жалпы сауыққанына өте қуаныштымыз. Сондай-ақ Әділхан Таңжарықов та қазір қосалқы құрамға тіркелу арқылы өзінің жалпы жарақатының жазылғанын аңғартқан сияқты. Команда негізгі құрамда болса, әрине бұл да жақсы ойын. Әрине Севалиос деген ойыншының денесіне тиіп топтың кіріп кеткен, әрине бір есептен бұл ойыншының жолы болғыштығын да көрсетсе керек. Бірақ Ақтөбе бәрібір Қайсардан басым екенін жалпы қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде таныта алған сияқты. Бұл топтағы ең қызық ойын жеңіс пен тобыл арасында. Жеңіс, өздеріңіз білесіздер, осы қазір Премьер-лиганың аутсайдері болып қалды. Команда соңғы ойындарын өте сәтсіз өткізіп жүр. Команданың бас бапкері Коргалидзаның кеткенін, оның орнына Вавалис есімді маманның келген, 38 жастағы жас маманның келгенін білесіздер. Міне осы маманның алғашқы ойынында жеңіс тобылды жеңді. Әрине ауыз толтырып айтатындай бір тамаша жетістік сияқты, бірақ тобыл бұл турнирге, яғни лига кубогына аса жоғары мән бермейтінін көрсетіп отыр. Негізгі құрамда шыққан ойыншылардың арасында Руслан Валиуллинді және Сұлтан Бұсырмановты ғана белгілі бір дәрежеде негізгі команданың ойыншылары деуіміз болады. Қалғанының бәрі, мысалы жақында ғана шыққан Жұмәділов, Премьер-лигада бой көрсеткен Бақытжанов сияқты ойыншылардың өзі де міне жас ойыншылар.
тіпті қосалқы құрамнан шыққан ойыншылардың барлығы жас ойыншылар. Сондықтан тобыл осы 29-ында өтетін Атырауға қарсы Қазақстан кубогының жартылай финалына ерекше мән беріп тұр деген сөз. Ендеше белгілі лига кубогын құрбандыққа шалып тұр деуімізге де болады. Әрине тобыл егер жартылай финалды сәтті өткізетін болса, онда ары қарай осы лига кубогындағы 2 турды жақсы өткізетін болса, Ақтөбеге немесе жеңіске делесіп, бірінші, екінші орындарға таласуы мүмкін. Бұл жерде Қайсарды да санаттан сызып тастауға болмайды. Сондықтан Б тобының жағдайы осындай. С тобында Елімай Тұранды 3-0 есебімен ұтты. Бұл жерде Артем Архипов алаңнан қуылып кеткеннен кейін Тұранның жағдайы нашарлады, ал Елімай барлық турнирге барын салатынын көрсетіп отыр. Қазір оның премьер-лигада 2-ші орында келе жатқанын білесіздер, Ақтөбеден кейін 15 ұпай. Ал жаңа айтып өткеніміздей Ақтөбемен осы 29 мамырда Қазақстан кубогының жартылай финалында жолығады, сырт алаңда жолығады ең бастысы. Ал міне лига кубогында Тұранды 3-0 есебімен жеңіп отыр. Мұнда Свиридовтың гол соққанына өз басым қатты ризамын, бірақ Свиридов өкінішке қарай әзірше Қазақстан премьер лигасында көзге түсе алатын емес. Ал Қазақстан кубогы мен лига кубогын қосқанда міне 2 турнирде де 1-1 гол соғып отыр. Жаңа командасының құрамында ендеше Қазақстан құрамасына қажет шабуылшы осылайша семейліктер сапында тәп-тәуір бой үйретіп келе жатыр деуімізге болады. Сондай-ақ Жанәли Пайрус тамаша гол соқты. Жанәлидің де осы Мақтаарал командасына ауысқаннан кейін Елімайдың негізгі құрамына іліне алмай жүргенін білеміз. Оң қапталдан тамаша ашылып, бұл ойыншы да биылғы маусымдағы алғашқы голын соғып отыр. Ендеше алдағы уақытта ол да Андрей Карповичке қажет ойыншыға айналады деп сенеміз. Ал Садат Юптың 3-ші голы таза Еркебұлан Нұрғалиевтің өте дегдар әдемі пасынан кейін соғылды. Тұран ештеңе істей алмайды. Тұран қазір премьер-лигада да аутсайдер, сондықтан Ринат Әлеуетов енді жалпы команданы оятпаса болмайды. Мұндай жағдайда кімнің басы ұшады, қай бапкердің басы ұшады дегенге кандидат ретінде осы Ринат Әлеуеттің де аты аталып қалуы бек мүмкін. Сондықтан және бұл құрамға қарасақ Ринат Әлеуетов осы жолы легионерлердің бәрін қосты. Қазақстандықтардан Тимурбек Зәкіров пен Максим Ваганов қана болды. Демек негізгі құрамды шығарды деген сөз. Ал енді және биылғы маусымда Феди Бенчукпен қосқанда 2-ші ойыншысы алаңнан қуылып отыр. Демек Тұранның өзінде кәдік бар ма дейміз. Оның үстіне жұрттың бәрі осы мамыр айында 4-тен 5-тен ойын өткізіп жатқанда Тұран дем алды, өткен турда дем алды. Ақсу премьер-лигаға қатыса алмай қалғандықтан да деп айтайық. Осы мамыр айында бар жоқ 3 матч өткізді, ал 3 матчта жақсы нәтиже көрсетуге болатын еді ғой. Өйткені Қазақстан кубогының жартылай финалына шыға алған жоқ. Енді бұл команда бірінші маусымда ғана өнер көрсетеді. Сондықтан жалпы осы мамыр айын Тұран үшін аса сәтсіз деуімізге болады. Ордабасы мен Атырау 0-0 есебімен тең ойнады. Мұнда да Ордабасы аралас құрамын шығарды. Әрине Еркебұлан Тұңғышбаев сияқты, Максим Федин сияқты ойыншыларды қосалқы құрам ойыншысы деуге келмес. Бірақ жалпы негізгі құрамда көп шығып жүрмегенін ескерсек, Атырауға қарсы оларға бір жақсы тәжірибе бұйырды деуімізге болады. Оның үстіне командаға жаңа басшы келді. Асхат Сейсенбековтің Ордабасыға президент болып келгенін білесіздер. Осы басшының алдында өзін таныту Александр Сидневқа да ерекше бір жақсы стимул екенін білесіздер. Яғни Сиднев өзін танытуға әуре болмайтын шығар, бірақ қалай дегенде де жаңа адамның жаңаша шешім қабылдауы мүмкін. Сондықтан Ордабасы барын салды, бірақ әрине Атырауда оңай алдыра қоятын қарсылас емес. Бұл жерде айтып өтетін нәрсе, Ринат Жұматов алаңнан қуылды, бірақ ол алаңнан қуылса да жалпы Атырау берілген жоқ. Атырау ең бастысы Қазақстан кубогының жартылай финалында ойнайды. Бұл ойынды соған дайындық ретінде қарастырсақ болатын шығар. Және бұл ойында Ордабасыға қарсы ойында Атыраудың сапында Беларусь легионері Стасевич 100-ші матчын өткізіп отыр. Барлық турнирде бұл да ерекше айтып өтетін нәрсе. Стасевич байқасаңыздар маусымды сәтсіздеу бастаған, Жетісудың қақпасына пенальти соға алмай бастаған, бірақ бірте-бірте оның адамы ашылып келе жатыр. Бұл ойында да қосалқы құрамнан шықса да Стасевич жалпы ойынның тағдырына әсер етеді деуімізге болады. С тобында Елімай көш бастап тұр. 3 ұпаймен, Атырау мен Ордабасыда 1-1 ұпай бар. Тұран көш соңында. Ендеше алдағы 2 турда барын салмаса, Тұран мұнда да аутсайдер болуы мүмкін. Д тобында Жетісу мен Астана кездесуі өтті. Әрине ол ойынды стадионнан көруге мүмкіндігіміз болған еді. Мен Талдықорғанда бәйге жүргіздім, бірақ бәйге кеш аяқталуына байланысты
бұл матчқа үлгермей қалдым, дегенмен жағдайды сәт сайын бақылап отырдым және қуанғаным Серікжан Мұжықовтың қандай шебер гол соққаны. Міне мынандай нәрсені айтайын. Биылғы маусымда Премьер Лигада осыған дейін қанша 9 турда 6 матчтан есептесек 54 матч өткіздік. Сол 54-те бір ғана тікелей соққы енді, тікелей айып соққысы соғылды. Жасурбек Яқшыбаев Ордабасының сапында бір ғана осындай тікелей айып соққысын соқты. Ал Серікжан Мұжықовтың Астананың қақпасына, Чондричтің қақпасына соққан гол қандай әдемі болды. Және бұл өзінің бұрынғы командасына соғылған тамаша гол болды. Сондықтан Серікжанды осы тамаша голмен құттықтап қана қоймай, Жетісудың осы турнирге де барынша мән беріп келген отырғанына қуаныштымыз. Жетісу жеңісті жұлып әкетті. Әрине Nnamdi Ахамнонудың жеңістің сапында гол соққанында айтып өтуге болатын еді, бірақ шынында да Бабаян барлық турнирде командамен бір ауа жайылып бара жатқан сияқты көрінеді. Әрине бұл жерде Тимур Досмағамбетов сияқты, Йосип Чондрич сияқты негізгі құрамға ілінбей жүрген жігіттердің барлығы шықты. Бірақ бәрібір жеңісті Антон Шрамченко соққан голдан кейін Жетісу жұлып әкетті. Бұл топта Жетісу көш бастап тұр, ал Астана енді шынында да әлде бар ойыны осы ма, әлде Астананың шынында да флагман болған, көшбасшы болған күндері артта қалды ма? Қазірше бұл команда өзіне еш ұқсамайды. Бұл топтағы Каспий Шахтер кездесуі, Каспийдің қазір Премьер Лигада дейміз, бірінші лигада көш бастап тұрғанын білесіздер. Ақтаудағы стадионның реставрациядан, яғни жөндеу жұмыстарынан өтіп жатқанына байланысты Жаңаөзенде ойнайды, ал жаңаөзендік жанкүйерлерді Каспий сәт сайын қуанышқа бөлеп тұр. Міне Премьер Лиганың командасында қазіргі Премьер Лига аутсайдерлерінің бірі Шахтерді 1-0 есебімен жеңіп кетті. Мұнда Антон Толордава 88-ші минутта өз қақпасына гол соғып отыр. Ендеше Владимир Никитенко жаттықтыратын Каспий командасы осылайша өзінің бір жылдан кейін Премьер Лигаға оралуға мүмкіндік зор екендігін осы ойын арқылы да танытқан сияқты. Бірақ тағы да қайталап айтамыз, алда әлі Лига кубогының топтық турнирінде 2 тур бар. Сондықтан Шахтер үшін де, Астана үшін де жалпы ортаға ақ жалау тастайтын кез келген жоқ. Алдағы турларда олар жеңіске жетсе 6 ұпаймен де келесі кезеңге шығып кетудің мүмкіндігі бар. Міне біз жаңа турнирге осылай зор ықыласпен қарадық және ең бастысы ешбір ойын бейжай өткен жоқ. Тіпті ең нашар нәтижесі деген ойынның өзінде бір гол соғылып отыр. Сондықтан алдағы турларда өте қызықты болатын шығар. Жалпы бұл турнир әзірше командаларға бір Еурокубокқа жолдама бермейді, бірақ Англия сияқты елдерде, басқа да алдыңғы қатарлы елдерде осы Лига кубогы деген үлкен жақсы трофей болып саналады. Сондықтан біз осы турнирдің өрбу барысына да ерекше назар аударып отырмақпыз. Екінші бір жаңалық, құрметті көрермен, Қазақстан футзалдан Қазақстан құрамасының Өзбекстанда қыркүйек айында өтетін әлем чемпионатындағы қарсыластары белгілі болды. Біздің команда Испаниямен, Ливиямен және Жаңа Зеландиямен бір топқа түсті. Қазақстан осылайша Д тобында әрине екінші қоржыннан Испанияға шыға қалғанда сәл қорыққандай болып едік, бірақ Испаниямен де бұған дейін сәтті ойындарымыз болғанын білесіздер. Ендеше бір жақсы қарсыластарға тап болды деп ойлаймыз. 15 қыркүйекте Әндіжан қаласында Испаниямен ойнайды Қазақстан, одан кейін 18 қыркүйекте Ливиямен ойнайды. Бұрын соңды бұл командамен кездесіп көрген жоқ, бұл құрамамен кездесіп көрген жоқ. Әлем чемпионатына шыққан команданың ешқайсысының қара жөбе болмайтынын білесіздер. Сондықтан Рикардо Каканың шәкірттері бұл ойында да бәрін салатын шығар. Екінші ойында 18 қыркүйекте Әндіжан қаласында өтеді, ал үшінші Қазақстан Жаңа Зеландия кездесуі 21 қыркүйекте Ташкент қаласында өтеді. Ендеше көршілерімізге, біздің жанкүйерлеріміз барып, айналаны дүбірге бөлеп тұрып жанкүйерлік ететініне күмәніміз жоқ. Әр топтан плей-оффқа 2 үздік құрама шығады, ал үшінші орынға тұрақтаған 4 команда келесі, яғни нәтижесі жақсырақ 4 команда плей-оффқа шығуы мүмкін екенін ескерсек, Қазақстан құрамасының жалпы плей-оффқа шығуға мүмкіндігі жан-жақты деуімізге болады. Бірінші орынмен де, екінші орынмен де шығуға мүмкіндігі бар. Енді үшінші орынды тіпті төмендетпей ақ қояйық. Сондықтан Рикардо Каканың жігіттері біздің сенімімізден шығады деген ойымыз бар. Өткен аптаның тағы бір емес бірнеше сүйінішті оқиғасы бар, құрметті көрермен. Рикардо Кака жаттықтырған Қазақстан құрамасының қай топқа түскенін айттық футзалдан, ал Нұралы Әліп болса
Ресей чемпионы атанды. 3-ші рет Ресей чемпионы атанды және Ростов командасына қарсы шешуші ойында негізгі құрамда шықты. Тіпті шолуды матчтың өзін көрмешекте шолу оқыдық. Сонда бір тұста Нұралы Әліптің қолын жөнсіз сілтеп қалғанына төреші ескерту жасаған жоқ деген ғана бір сөзді оқыдық Нұралыға қатысты. Басқа сәттің бәрінде біздің чемпион өте жақсы ойнады және бұл ойында өте жігерлі жеңіске жетіп, Зенит қатарынан 6-шы рет жеңімпаз атанып отыр және негізгі қарсылас дейтін екі команда бір-бірімен ойнады, Кубань мен Динамо Москва, бірақ Кубань 1-0 есебімен ұтқанына қарамастан екінші орында қалды, ал соңғы сәтке дейін көш бастап тұрған Динамо осылайша 3-ші орынға бір-ақ сырғып кетті. Ендеше Нұралыны осы бір тамаша жетістігімен құттықтаймыз. Жалпы біздің легионерлердің тарихында сырт елдің 3 дүркін чемпионы атанған ешкім жоқ болу керек. Осы детальді де нақтылай түсеміз. Сондықтан Нұралының бұл жеңісі қазақ футболында үлкен жеңісі деуімізге болады. Ал Бақтияр Зайнутдинов айтар жоқ, ол да үлкен табысқа жетті. Өткен жылы ЦСКА мен Ресей кубогын ұтып алған болса, міне бір жыл араға бір жыл салып, Бешикташтың сапында Түркия кубогын иеленіп отыр. Түркия Бешикташ шешуші ойында Трабзонспорды ұтып, осылайша Түркия кубогының жеңімпазы атанды. Әрине жарақатынан айықпаған Бақтияр Зайнутдинов бұл матчта қосалқы құрамда отырса да бізге жеңіспен пара-пар, өйткені Түркия кубогында ол 3 ойынға қатысып үлгерген. Демек осы трофейдің де толыққанды иесі деуімізге болады. Ал жақында күні кеше аяқталған Түркия чемпионатында Бешикташ командасы 5-ші орынға тұрақтады, бірақ Түркия кубогында жеңіске жетуіне байланысты бұл команда Еуропа лигасына жолдама алып отыр. Сондықтан алдағы, егер осы команданың құрамында тұрақтап қалып жатса, онда Бақтияр Еуропа лигасында өнер көрсетеді. Адана Демирспор командасы 12-ші орынға тұрақтады. Соңғы турда Адана Демирспор жеңіліп қалды, есеппен жеңіліп қалды. Бұл ойында Абат Айымбет көзге түсе алған жоқ. Биылғы маусымда осы командасының сапында бір ғана гол соқты Абат Айымбетов. Келесі маусымға қалама қалмай белгісіз, команданың құрамы жиі жаңаратын сияқты. Оның үстіне Адана Демирспордың соңғы кезде қаржылық бір дағдарысқа тап болып тұрғанда ақпарат құралдары шұғыласы жазып жатыр. Сондықтан жалпы Түркияда ойнап жүрген екі серкеміздің де тағдыры толық белгісіз емес. Өйткені Бешикташтың да бапкері болып Жозе Мауриньо келеді деген әңгіме бар. Адана Демирспордың жалпы бүкіл легионерлерді қайта жаңаратында ыңғайы бар деген сөз айтылып жатыр. Сондықтан бұл екі Қазақстан құрамасының екі мүшесіне де ерекше назар аударып отырамыз. Ал Бақтияр Зайнутдинов алдағы маусым айының басында ойналатын Қазақстан мен Арменияның, Қазақстан мен Әзербайжанның жолдастық кездесулеріне шақырылған жоқ. Яғни Магомед Әдиев осы ойыншыға толықтай жазылып алуға мүмкіндік беретін сияқты. Әдиевтің өз басына келетін болсақ, Ахмат командасымен келісім шарты бітті. Мен енді Қазақстан құрамасына ораламын деген сөз айтты. Сондықтан жыл соңына дейін Әдиев жалпы осы ұлттар лигасының биылғы кезеңі аяқталғанша ұлттық құраманың тізгінінде қала беруі бек мүмкін. Және бір ерекше жаңалықты айтқымыз-ақ келеді, бірақ Беларусь кубогының финалында Ислыч командасының сапында толықтай финалда ойнаған Мирас Көбеев Беларусь кубогын иелене алмады. Ол Неман командасынан жеңіліп қалды. Игорь Зубович 65-ші минутта жеңіс голын соқты. Одан кейін Ислыч тағы бір гол жіберіп алды. Осылайша финалда ойнаған Қайраттың түлегі Мирас Көбеев Беларусь кубогының финалисі атанып отыр. Бұл да жаман нәтиже емес. Демек, осы аптада лига кубогымен қосқанда біздің футболда айшықты оқиғалар, футзалда айшықты оқиғалар көп болған екен. Енді алдағы аптада ендеше осындай бір қызықтарға толы болсын деп есептейміз. Ең бастысы келесі аптада қазақстандық жанкүйерлер құлақ түретін екі оқиға бар. Оның алғашқысы әрине Қазақстан кубогының жартылай финалы 29 мамырда Тобылдың алаңында Тобыл мен Атырау, ал Ақтөбенің алаңында Ақтөбе мен Ирмай кездеседі. Бұл текетірестің екі матчтан тұратынын ескерсек, жалпы осы кубоктың шешуші ойындарда аса қызықты болатын сияқты. Ендеше біз Еурокубок алдында, ұлттық құраманың жолдастық кездесуі алдында осындай бір тамаша оқиғаларға кезігеміз. Одан кейін Қазақстан Премьер лигасының 10-шы туры 1-ші маусымнан бастап өтеді. Демек, алдағы аптада футболдың қызығына толы болады. Ендеше жаңа турнирлерге құлақ түре жүреміз және легионерлеріміздің енді қандай командаларға ауысуы мүмкін екенін, жаңа олардың қатарына кімнің қосылу екенін де алдағы жолдарымызда айта отырамыз. Өйткені біз елеңдейтін
нәрсе көп. Қазақстан кубогы, Қазақстан құрамасы Әдиевтің жетекшілігімен өзінің бұрынғы табыстардың кездейсоқ емес екенін дәлелдеу үшін де біздің жігіттердің мықты командаларда ойнағаны керек. Шолуымыз осы. Ендеше келесі кездескенше дейміз. Көрермендердің санын, қаралымның санын арттыра отырыңыздар. Қазақ футболына бірге үлес қосайық.